Иншалла біз сіздермен бүгін Алланың қалауымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннетіне негізделе отырып, Ханафи мазхабында дәрет қалай алынады, яғни дәрет алу үлгісін толық бастан аяқ көрсететін боламыз. Себебі кейде мешіттерде, кейде басқа дәрет алатын орындарда кейбір бауырларымыздың дәреттегі қателіктерін байқап көріп жүрміз. Бұл дәрет намаздың кілті болғандықтан маңызды құлшылықтардан болып есептеледі. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадистерінің бірінде дәретсіз намаз жоқ деген. Сол үшін біз бұл дәретке барынша көңіл бөлуіміз қажет. Дәретте жуылу керек болған жерлердің иненің ұшындай құрғақ жер қалмау керек. Сол үшін иншалла біз сіздерге дәрет алу үлгісін толық бастан аяқ көрсетейік деп шештік. Енді дәрет алуға кіріспестен бұрын бірінші айта кететін нәрсе, ол бізде таза дәрет алуға жарамды, шариғи тұрғыдан дәрет алуға жарамды таза судың болуы шарт. Себебі дәреттің негізгі құралы бұл су болғандықтан біз суға да мән беруіміз қажет. Бұл дәрет алуға негізгі фихта судың үкімі үлкен, кеңінен айтылған, бірақ қысқаша айтатын болсақ, дәрет алуға жарамды бірнеше судың түрі бар. Ол табиғи сулар біріншісі. Сол табиғи суға келетін болсақ, жауын сулары, кез келген ағынды сулар, көл сулары, теңіз сулары, өзен сулары, бұл сулардың барлығы және де қардан ерген, бұршақтан ерген ерітінді сулар да дәрет алуға жарамды. Тек бір шартпен, ол суға нәжіс араласпаған болуы керек, яғни таза су болуы қажет. Осы жоғарыдағы аталған кез келген суменен дәрет алуға болады. Мінекей, біз сіздерге қазір бұл дәрет алудың толық үлгісін көрсетеміз. Бірінші айтатын нәрсе, дәрет алуға қатысты, ол қыблаға қарап, қыблаға беттеп отырамыз, егер мүмкіндік болса. Бірақ бұл шарт емес. Бұл дәреттің әдептерінен және де сонымен қоса дәрет алатын жеріңізде дәрет алған жаңағы судың тамшылаған жерлері қайтадан өзіңізге шашырамауы қажет. Жұмсақ жер болса жұмсақ жер. Енді біз мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай алдымызға мынау темір ыдысты қойдық. Қазір дәрет суы өзімізге шашырамасын деп. Мінекей жалпы негізгі осы дәрет алуға осы құралдар жеткілікті. Суменен дәрет алатын адамға. Себебі дәреттің де түрлері көп. Таяммум деген секілді дәреттің орнына жүретін нәрсе бар. Енді оған қазір кірмейміз біз. Біз тек дәретті бастан аяқ үйрететін боламыз иншалла. Яғни дәрет алатын кезде бізге суды алып, қыбла тарапқа беттеп, өзіңізге су шашырамайтын қолайлы жерге отырасыздар. Сөйтіп, екінші мәселе, дәретке ниет қыласыздар. Алла разылығы үшін шынайы дәрет алуды ниет қылдым деп, іштей жүрекпенен ниет жасайсыздар. Тілменен айту, негізгі ниеттің орны жүрек болғандықтан, бұл тілменен айту шарт емес. Ал бірақта кейінгі ғалымдарымыз тілменен жүректі екеуін бірге біріктірген абзалырақ болады деген сөзді айтқан. Сөйтемізді, бисмиллахымызды айтып, дәретке кірісеміз. Енді дәретте білесіздер, Ханафи мазхабы бойынша дәреттің 4 парызы бар. Алла тағала Құранда: «Я айюхаллазина аману, иза қумтум ила салати, фағсилу вужухакум, ва айдиякум илал марофиқ». Ей иман келтіргендер, егер де сендер қашан намазға тұратын болсаңдар, онда фағсилу вужухакум, жүздеріңді жуыңдар, біріншісі. Ва айдиякум илал марофиқ, және де екі қолдарыңды шынтақтарыңмен бірге жуыңдар. Вамсаху бируусикум, және де бастарыңа мәсіх тартып, бастарыңды сипап, сулы қолдарыңмен, содан кейін барып екі аяқтарыңды жуыңдар деп Құранда Алла тағала осы 4 амалды айтқаннан кейін Ханафи мазхабы, жалпы Ханафи мазхабының ғұламалары, ғалымдары дәретте 4 парыздың болатындығына толықтай барлығы келіскен. Яғни бірінші жүзді жуу, екінші
қолды шынтақпен бірге жуу, үшінші басқа мәсіх тарту, төртінші аяғымызды тобығымызбен бірге жуу. Бұл дәреттің 4 парызы болып есептеледі. Және де бұл егер де сіз басқа амалдарын орындамай, бұл ең жаңағы минималды деңгейде деп қоямыз ғой, ең төменгі деңгейде орындалатын амалдар. Осы 4 амалды негізі орындасаңыз, бұл дәретіңіз сіздің намазға жарамды болып есептеледі. Бірақ қалған амалдар олар сүннет болғандықтан, енді дәретіңізде сүннет тұрғысынан бұл бір кемшілік болып есептеледі. Ал бірақ негізі осы 4 амалды орындасаңыз, ол негізі дәретке жарамды. Мысалы, су жоқ жерлерде, су тапшыл жерлерде, мысалы су аз болса, қолыңызда бір 100 грамм, 150 грамм ғана су болатын болса, сіз осы 4 амалды орындап шектелсеңіз болады. Ал енді оның төңірегіндегі басқа амалдар, бұлар сүннет амал болып есептеледі қысқаша айтқанда. Бисмилля, онда дәрет алу үлгісіне кірісейік. Онда қыблаға қарап отырдық, ниет қылдық, бисмиллямызды айттық. Одан кейін барып бізге қолымызды білезікке дейін 3 рет жуу керек болады. Бисмилля. Қолымызды мына білезікке дейін жақсылап 3 рет жуамыз. Бұл кез келген дәрет алатын уақытта, таңғы уақыт болсын, ұйқыдан тұрған кезде болсын, кез келген уақытта біз қолымызды осылай 3 рет білезікке дейін жуып алуымыз қажет. Жақсылап саусақтардың араларын салалап, тарақтап жуатын болсақ, әрбір шетінен сүннет амалын орындаған боламыз. Енді қолымызды жуып болғаннан кейін, егер де мисуак болса, мисуак пайдалануға болады. Бұл да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннеті. Бұл мисуактың да өзінің әдептері бар. Тіпті ғалымдарымыз мисуакқа қатысты, мисуактың әдебіне қатысты кітап жазып шыққан ғалымдарымыз да бар. Енді біз оның бәріне тоқталып отпаймыз. Біз мисуакты қалай ұстау үлгісін көрсетеміз. Мінекей, мисуакты мына 2 саусағыңызбен, бас бармағыңызбен, сұқ саусағыңызбен ұстап, үстіне мына қалған 2 саусағыңызды қойып, кішкентай шылдыр бөбек саусақ дейміз ба, соны астына жіберіп, мінекей осылай ұстап, мисуакты пайдаланамыз. Бұл да негізі бұл сахабалардан қалған сүннет болып есептеледі мисуакты ұстаудағы. Сөйтеміз да мисуакпенен тісімізді жоғарғы жағынан, оң жағынан, сол жағына қарай тазалаймыз. Негізі мисуактың әдептерінен мисуакты, мисуак ағашын пайдаланған кезде барынша әдеп сақтаған жақсырақ болады. Ол мисуактың бірінші сол ұстау әдебі болса, тазалау әдебінде кішкене жоғары жақтан екінші қолымызбен жауып тазалаған әдеп тұрғысынан бұл жақсы амал болып есептеледі. Мінекей, біз мисуакпен тісімізді тазаладық. Егер де мисуак жоқ жерде, имам Байхақидің хадистер жинағында келгендей, Абдулла ибн Омардан жеткізген туджзиул асабиу анил мисуак деген сөзді айтқан. 2 саусақтар жалпы мисуак орнына жүреді деген. Ол мынау бас бармағымыз бен сұқ саусағымыз. Аузымызды шаятын кезде, бисмилля, мінекей. Келесі амал бізде ауызды шаю. Егер мисуак жоқ болса, бисмилля деп ауызды шаямызда, мынау бас бармағымызбен, сұқ саусағымызбен тістерімізді ысқылап тазалаймыз. Жаңа Абдулла ибн Омар радиаллаху анху айтқандай, бұл мисуак орнына жүреді. Білесіздер, дәретте әрбір амалдар 3 рет орындалу, бұл да сүннет амалдан. Байқасаңыздар, жаңа қолымызды білезікке дейін 3 рет жудық, тісімізді мисуакпен тазалағаннан кейін аузымызды шайдық. Бұл жалпы бұл амал мадмада амал деп аталады, ауыз шаю. Одан кейін барып біз мұрнымызды
тазалаймыз ауыздан кейін. Ол амалда 3 рет орындалады. Мұрын шаятын кезде бір ескерілетін жағдай, оң қолымызбен мұрнымызға су тартамыз да, сол қолымызбен тазалаймыз. Мінекей мұрнымызды 3 рет жудық. Енді қолымызды бір шайып алайық. Мұрынды шайғаннан кейін, мұрынды жуғаннан кейін бізде бет кетеді. Бірақ осы жерде бір ескертетін нәрсе, кейде байқасаңыздар, мешітте, дәретханаларда кейбір бауырларымыз аузы мен мұрнын бір суменен шайып жатады. Ол қалай? Үлгісін көрсетейін. Былайынан аузын алып, бірден сол суды мұрнына жіберіп шайып жатады. Бұл негізі Ханафи мазхабында мәкрух амал болып есептеледі. Мәкрух амал. Неге? Себебі ол жерде мұрнынан қайтадан әлгі су қолға кету қаупі бар да, сол себепті мәкрух деген. Енді Ханафи мазхабы бұл екі амалды екі бөлек орындауды қайдан алды? Ол Осман радиаллаху анхудың қызметшісі Хамрон деген кісі болған. Жалпы бұл хадис сол Хамроннан, одан кейін Осман радиаллаху анхудан риуаят етіледі. Осман радиаллаху анху дәреттің қалай алыну керектігі жайында сұралған кезде ыдыспенен осылай, дәл осылай су алдырып, Осман радиаллаху анху дәрет алу үлгісін көрсеткен екен. Сол кезде, сол жерде Осман радиаллаху анху аузын 3 рет, мұрнын 3 рет жеке-жеке шайған, және дәрет алып болғаннан кейін әлгі дәрет сұраушылар, дәретті сұраған кісілер қайда? Мінекей пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дәл осылай дәрет алған деп айтқан екен. Сол себепті Ханафи мазхабының ғалымдары осы хадиске арқа сүйеп, бізде Ханафи мазхабында ауыз бен мұрын бөлек шайылады деп айтқан. Енді келесі амал бізде жүзді жуу. Жүздің ұғымына келетін болсақ, жүз деген кезде нені түсінеміз? Әдетте мына шаш шығатын жерден бастап, мынау құлақтың жұмсағына дейін, және де мынау иек нердегі бұрыш, осы аралық бізде жүз болып есептеледі. Жүз. Әдетте шаш шығатын жер. Әдетте. Ал енді кейбір кісілердің шашы жоғары жағынан түсіп қалса, ол бұл жақ жүз емес, бұл бастың бір бөлігі болып есептеледі, жүзге кірмейді. Осы әдетте шаш шығатын жерден бастап, осы шеңберді, осы аралықты иненің ұшындай құрғақ жер қалмайтындай қылып жууымыз қажет. Бисмилля. Енді осы жүзді жуу барысында егерде сақалы ұзын жігіттер болатын болса, онда ол кісілер не істейді? Сақалын астыңғы жағынан бастап алдына қарай былай салалайды, тарақтайды сақалын. Бұл да сүннет амалдан болып есептеледі. Егерде сақалға қараған кезде сақал қалың болмаса, сақалға битіп адамның жүзінен алдынан келіп бір қарағанда сақалының астындағы терілері көрінетін болса, онда сол теріге су жеткізу міндет. Әлгі шеңбердің ішіндегі теріге су жеткізу міндет. Ал егерде бір қарағанда сақалы қалың, тек сақалының беті көрініп, сақалының іші асты жағы, тері жағы көрінбейтін болса, ондай жағдайда сақалының бетін сулап, сонымен шектелсе рұқсат болып есептеледі. Бірақ сонда да сақалды салалап, сақалды тарақтау бұл сүннет амалынан. Жүзді өздеріңіз көргендей 3 рет толық иненің ұшындай құрғақ жер қалмайтындай қылып жуып шығамыз. Бұл жүз бізде бірінші парыз амал. Екінші жүзден кейінгі парыз амал бұл қолды оң қолдан бастап шынтағымызбен бірге толық жуып шығамыз. Мен көбіне дәретханада, мешіттердің дәретханасында байқайтыным, жең ұзын көйлек киген кейбір бауырларымыз жеңін түрген кезде мынау шынтағының жартысына дейін түреді да,
шынтағының жартысына дейін түріп, жуғанда мына жерге дейін шынтағына дейін жуып, осы жерден қайтарады. Бұл Ханафи мазхабында бұл адамның дәреті дұрыс болып есептелмейді. Себебі бізде Ханафи мазхабында шынтақ қолдың жаңа дәрет жуылатын орынға жатады. Сол себепті бізде суды шынтақтан асырып барып жуу керек, өткізіп барып. Мінекей. Қолды тарақтап, салалап саусақтың ұшына дейін 3 рет оң қолды жуамыз. Одан кейін мінекей 3 рет сол қолды жуамыз. Енді бізде келесі амал, және де ол келесі біздің парызымыз, 3-ші парыз дәреттегі басқа мәсіх тарту. Басқа мәсіх тарту ол қалай орындалады? Басқа мәсіх тарту жалпы қолымызды жақсылап сулап аламыз. Мәсіх сөзінің негізгі анықтамасы ол исобатул ма, судың тиюі. Исалатул ма, судың ағуы емес. Судың ағуы ол жуудың ұғымы. Басқа су тисе жеткілікті. Мінекей былай аламыз, қолымызды өздеріңіз көріп тұрғандай, басқа бір рет мәсіх тартылады. Басқа бір рет мәсіх тартылады. 3 рет басқа мәсіх тарту мәкрух болып есептеледі. Негізі басқа бір рет құлаққа, басқа мойынға бір рет мәсіх тартылады. Кез келген мәсіх тартылатын жерлерге негізгі мәсіх бір рет тартылады. Мінекей қолымыз сулап алдық. Аламызда мынау біздің Орта Азияның ғалымдарының негізгі үйреткен үлгісі. Басқа мәсіх тартудың мынау көріп тұрғандай бас бармақ пен сұқ саусақ ашық тұрады. Неге? Себебі мынаменен алдыңғы маңдайдан алып артқа қарай тартамыз. Негізі бастың 4-тен 1 бөлігіне мәсіх тартса жеткілікті, ол парыз амал. Мынау қолымыз басымызға былай тисе, бұл парыз амал орындалады, жеткілікті. Ал бірақ басқа толықтай мәсіх тарту бастан аяқ бұл сүннет амал болып есептеледі. Мінекей. Осы жерден қайтып кері қайтарамызда, мына 2 саусағымызбен, сұқ саусағымызбен құлақтың ішіне тығып, бас бармағымызбен құлақтың артына қойып, құлақтың ішін бір сипап, жақсылап, құлақтың сыртында жақсылап бір сипаймыз. Сосын осыдан қалған мынау артқы бөлшекке мойынға мәсіх тартса да болады. Бұл бізде мұстахаб амалдардан болып есептеледі. Бірақ құлқымға емес. Мәсіх тартқанда мынау алдыға дейін алып келмейміз. Алдыға дейін. Тек мынау мойынның жартысынан қайтарамыз. Жалпы бұл амалды кейбір бауырларымыз жақтырмайды. Бұл бір жаңалық, бидағат деп есептейді. Бірақ та имам Табараниден жеткен хадисте Кааб ибн Амр деген кісіден жеткізеді. Жалпы мойынға мәсіх тарту жайында хадис келген. Иә, бұл әлсіз болғанымен ғалымдарымыз бұл хадисті амалға жарамды хадис деп есептеген. Енді бізде соңғы амал аяқты жуу қалды. Аяқты кез келген амалды бізде оң жақтан бастап сол жақпенен аяқтайды дәретте. Бисмилла, аяқты жуамыз. Мінекей. Аяқты жуғанда да мынау саусақтың ұшынан бастап, мынау кішкентай саусағымызбенен аяқтың кішкентай саусағын оңнан солға қарай салалап, ішін саусақтардың арасын тазалап жіберген мұстахаб амал болып есептеледі. Мінекей тобығымыздан асырып, толық иненің ұшындай құрғақ жер қалмайтындай қылып су тигіздік. Екінші аяғымыз. Кішкентай саусақпен бұны да оң жағынан сол жағына қарай саусақтарымыздың арасын салалап тарап шығамыз. Мінекей бұл аяғымызда да иненің ұшындай құрғақ жер қалмады. Дәретіміз толық. Тағы да дәреттің
мұстахаб амалдарынан дәрет су құманда ыдыста су қалып жатса, бір рет дәрет судан ұрттап қою бұл сүннет амал болып есептеледі. Мінекей, осыменен біздің дәретіміз толық, біз намазға сақадай саймыз. Енді соңында айтылатын дұғасы бар дәреттің. Бұл дұғаны айтқан адам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде жәннаттың барлық есіктері ашылады дейді. Ол ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах ва ашхаду анна Мұхаммадан абдуху ва расулух деген дұға. Осы дұғаменен дәретімізді тамамдаймыз.